Жақсы достар, 10-шы сұраққа жеттік. 10-шы сұрақ контекст екен біздерде. Жалпы енді қазіргі уақытта контекстке 5 сұрақ қойылып жүр ғой. Мына енді 2018 жылғы бұты. Сонда да енді шамамен келістіріп көрейік. 26 мамыр күні 1972 жыл дейді. Яғни келісімшарт тікелей енді сіздерге лайфхак болсын. Мәтінде сипатталған ақш пен арадағы келісімге қойылған мемлекет анықталды. Яғни бұл жерде сұрақ, яғни бір келісімшарт туралы болып жатыр. Ол ақш пен белгілі бір мемлекет арасында болған. Енді ол қандай келісімшарт? Яғни екі жақтың әрқайсысы зымыранға қарсы қорғаныс жүйелерін тежеуге және осы келісімшарттың сәйкес басқа іс-шаралар қолдану міндеттенеді. Яғни зымыранға қарсы екен де, яғни екі жақтың әрқайсысы өз елінің аумағында зымыранға қарсы қорғаныс жүйелерін өрістетуге және ондай қорғаныстың негізін салмауға міндеттелінеді. Жалпы осы келісім өміршеңдігі мен тиімділігін орнату мақсатында осы келісім шектетілген зымыранға қарсы қорғаныс жүйелерін, олардың бөлшектерін, енді қысқаша келісімшарт, яғни зымыранға тікелей байланысты. Енді қарап көретін болсақ, осы 1900, яғни екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ең қатты бір-біріне қарсылас болған, яғни алға дамыған мемлекет ол бізде ақш және де Кеңес социалистік республика одағы. Енді қарайық. 1972 жылы 26 мамырдағы Кеңес социалистік республикалық одағы мен Америка құрама штаттары арасындағы ракета шабуылына қарсы қорғаныс жүйелерін шектеу туралы шартқа байланысты уағдаластық жүрген болатын. Енді астына қарайтын болсаңыздар, әрбір бапты көрсеткен қазақстандық меморандум, яғни интернеттен тауып тұрғаным, бірінші бап, екінші бап, үшінші бап, яғни қарайтын болсаңыздар, осы жерде негізгі өздерінің құқық иеленушіліктерін қалай іске асыратындығын деген секілді дүниелерді қарастырған. Енді одан бөлек баллистикалық зымыранға қарсы келісім, енді антибаллистик миссил трети деп аталған. Яғни осы уақытқа, яғни ол негізгі мақсаты шарт бойынша әр тарап, яғни өздерін шектеу қояды және де 100-ден артық зымыран, яғни ұшырмау туралы деген секілді дүниелерді қарастырады ішінде. 1972 жылы қол қойылды. Ол келесі алдағы 30 жылға жоспарланған болатын. 97 жылы Кеңес одағы таратылғаннан кейін 5 жыл өткен соң, яғни осы келісімшарт өзінің несін тоқтатады, құзыреттілігін тоқтатады деп айтайық. Демек, сұраққа тікелей жауап. Мәтінде сипатталған ақш пен арадағы келісімшартқа, зымыранды ұшыру немесе одан да басқа ядролық қарулар пайдалануға келісімге қол қойған мемлекет ол бізде Кеңес социалистік республикасы одағы. Демек, дұрыс жауап С болады екен. Жалпы осылай, енді жалпы тарихта 1902 соғыстан кейін екі ірі мемлекет осы ақш пен КСР болды.